Спирулинаның сіз білмейтін 3 қасиетін айтамын. Осы видеоның соңына дейін тыңдаңыз, одан кейін сіз спирулинаны міндетті түрде рационыңызға қосатын боласыз. Бірінші қасиеті ол оның жоғары адаптациясы мен төзімділігі. Спирулина негізінде адамзаттан бұрын 2000 жыл бұрын өмір сүрген. Қалай ойлайсыздар? Ол осы уақытқа дейін ненің көмегімен жетті? Өйткені осы уақытқа дейін талай мұз қатты, талай су тасқыны болды, аяз, жылы, ыстық, соның барлығына төзіп өтті де, қазіргі уақытта бізге келіп отыр. Екінші қасиеті ол бізде егерде балаңызға қазірден бастап профилактика жасап спирулина беретін болсаңыз, оның құрамындағы витамин мен макро-микроэлементтар алдағы уақытта, яғни балаңыз өскен кезде, оны жүрек ауруларынан, жалпы инсульт, инфаркт, давленияға ұшыраудан сақтайтын болады. Яғни балаңыз мүлдем давлениямен страдать етпейді. Және үшіншісі, ол бізде шырышты қабаттың иммунитетін көтереді. Яғни шырышты қабат ол бізде қайда? Ауыз қуысы, ол бізде көз, ол бізде толықтай біздің ішкі органдарымыз. Яғни сілекей бездерінің болсын, жалпы шырышты қабат, соның иммунитетін өте жоғары деңгейде мықты жұмыс жасауға көмектеседі. Себебі көзге әртүрлі шаң тозаң түседі, ауызға әртүрлі вирус ауырамыз, инфекция, кішкентай балалар қолдарын салады деген сияқты. Вот сол кезде ауырып қалмас үшін, сол кезде тез арада инфекцияға шалдығып қалмас үшін біздің шырышты қабаттың иммунитеті бізді сақтайды екен. Сондықтан осы 3 қасиетті естеріңізге сақтаңыздар. Балаларыңызға қазірден бастап спирулина беретін болсаңыздар, сіз күтіп отырмайсыз, қашан менің балам ауырып қалады деп. Сондықтан дендеріңіз сау болсын, профилактиканы қазірден бастап бастаңыз. Кім профилактиканы бастаймын дейді, маған жекеге жазыңыздар, мен толықтай нұсқаулық беремін.